Сәлеметсіздер ме? Пластикалық ыдыстар өмірімізге кіргелі ағзамызға үлкен гормондық өзгерістер белең алды. Көзге көрінбегенімен пластик арқылы күніге бисфенол А ағзаға түсіп отырады. Бисфенол А түгел пластик түрлері бөлінетін зат, эндокриндік дизрапторлар құрамына жатады. Эндокриндік дизрапторлар дегеніміз ағзаға түскен соң гормондық рецепторлармен байланысып, гормондардың іштегі синтезін бұзып жіберетін заттар. Эндокриндік дизрапторлардың ағзаға көбеюі репродуктивті жүйе қызметін бұзады. Қазір не үшін бедеулік көп деп ойлайсыз? Емделу кезінде бәрі дұрыс деп шығарып салады, дейді қыз-келіншектер. Қазір 8, 10, 12 жастағы қыз балалардың өзінде поликистоз яичника деген диагноз қойылады. Неге бұрын болмады? Бұрын дәл осындай токсиндік нагрузка болмады. Түгелдей пластиктен бас тарту десем өтірік болар. Себебі біз үлкен қоғамда өмір сүреміз. Көшеден кофе ішеміз, бутылкадан сусын ішеміз. Сырттағы қолданысты шектей алмаймыз толығымен. Бірақ күнделікті қолданыстағы пластиктерді шыны ыдыстарға жайлап ауыстырғанымыз әлде қайда жақсырақ. Пластиктердің бірнеше маркировкасы бар. Ең қауіпсіз дегені 2 және 5. Мынандай бір реттік қолданатын пластикалық ыдыстарды сүт құям, су құйып айран сатамын деп жинай беру дұрыс емес. Қайта қолдану кезінде формальдегид деген зат бөлінеді. Ал формальдегид улы зат болып табылады. Бұны әлде қайда шыны ыдыстыруға, алмастыруға болады. Сіздермен бірге болған Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Ауырмайық, сау болыңыздар.